Так, бірінші холодильнигімізді істеп болдық. Френімізді құйып, бәрін тексеріп. Берусе, кішкентай холодильник. Кішкентай семьяға арналған. Жақсы істеп тұр. Жер шырып кеткен. Бірін болдық, иншаллах. Екіншісіне бара тұрмыз. Так, екінші холодильнигімізді болдық. Осындай кішкентай. Сосын холодильниктің резинкілеріне қатты мән беруімді сұраймын. Осы резинканың себебіне кетіп қалған секілді қарасаңыз, мынандай болып ашық тұрса, уже холодильник бұзылады деген сөз. Сол үшін біз клиентке айттық, мынандай резинка болса біз жөндемейміз, мынандай болса пайдасы жоқ жөндегеннің деп. Сосын қандай вариант бар деді, сосын мынандай вариант бар дедік. Мынаны бүйтіп жабамыз. Осылай. Енді қараңдар. Так, бізге LG деген холодильник хабарласты. Так, мынау үшінші холодильник өндікке. Так, мынандай инверторный компрессормен. Простой компрессор емес, получается. Мотор күйіп кеткен. Жалпы мынандай инверторный холодильникті де жөндейміз. Осыны бәрін жөндей береміз. Тап-таза холодильник жалпы. Осындай қылып таза ұстау керек та холодильникті жалпы. 7 жыл болған, бірақ қараңыз. Адамның өзіне байланысты. Неше жыл болса да қалай ұстау керек. Тап-таза, еш жерінен су бұзылмаған, ашылмаған. Тап-таза.